Территория мемлекет тәуелсіздігінің негізі. Өз елінің жерін азат ету үшін мемлекеттер арасында осы күнге дейін талай соғыстар болған және болып жатыр. Олардың бірі Израиль мен Палестина арасындағы қақтығыс туралы біз алдыңғы видеомызда айтып кеткенбіз. Ал осы жолы әлі де шешілмеген басқа да даулы жерлер туралы айтып бергіміз келеді. Батыс Сахара. Батыс Сахара Африканың солтүстік батысындағы Мағриб аймағындағы Марокко мен Мавритания арасындағы даулы аймақ. Бұл жер 1975 жылға дейін отарлық Испания жерлерінің бірі болып, Испан Сахара деп аталатын. Кейін Испания бұл аймақтан бас тартқан соң Мавритания мен Марокко арасында бөлініп қалды. Осы кезден бастап Батыс Сахара екі мемлекет арасындағы даулы аймаққа айналды. Екі мемлекетте халықаралық соттың Мароккода, Мавританияда Батыс Сахара жерінде үстемдік етуге құқығы жоқ туралы 1975 жылғы үкімін бұзды. Біріккен ұлттар ұйымы мен Сахара халқының бірден-бір заңды өкілі деп таныған Полисария фронты 1976 жылы Алжир қолдауымен тәуелсіз Сахара Араб Демократиялық Республикасының құрылғанын жариялады. 1979 жылы Полисария фронтымен бейбіт келісімге келген соң, Мавритания бұл аймақтан шығып, жаңа құрылған республиканы мойындады. Бұдан кейін Марокко Мавритания босатқан жерді өз иелігіне кіргізіп, ақыры 2700 километрлік қоршау салдырды. Біріккен ұлттар ұйымы аумақтың статусы бойынша референдум өткізуге уәде берген еді. Бірақ жоспарланған референдум Марокко мен Полисария фронты арасындағы дауға байланысты бірнеше рет кейінге қалдырылып өткізілмеген. Ондаған жылдар бойы бұл мәселе әрі қарай қарастырылмағандықтан, Полисария фронты 2020 жылы Марокконың Гергерат аймағында әскери әрекеттерінен кейін қайта белсенді қарсылық білдіре бастады. Полисария фронты әскери күшін теңсіздігін түсінетіндіктен, оның жауапты іс-әрекеттерін тактикалық қадам деп айтуға болады. Оның мақсаты осы ұмытылған мәселеге халықаралық қоғамдастықтың назарын қайта аударып, өз егемендігін толыққанды алу. Халаиб үшбұрышы. Бұл Мысыр мен Судан арасындағы даулы жер. Екі мемлекеттің арасындағы бұл жердегі шекара 20 ғасыр басында екі ел біріккен корольдігін қарамағында болғанда белгіленген. Басында 1899 жылы 19 қаңтардағы келісімге сәйкес шекараны Мысыр талаптары бойынша 22 солтүстік параллель бойымен бөлген. Бірақ кейін 1902 жылы осы шекарадан ауытқулар болып, шекара сызығы өзгере бастады. Судан сол болған өзгерістер бойынша шекараны мойындайды. Енді қазір екі ел Вади Хальфа, Биртавиль және Халаиб үшбұрышы деген жерлер бойынша келісе алмай жатыр. Енді даулы жер Халаиб үшбұрышы. Бұған қоса, бұл жерге іргелес Қызыл теңіз кеңістігінің егемендігі де даулы болып тұр. Вади Хальфа мен Халаиб үшбұрышы қазір негізінен Мысыр бақылауында. Халаиб үшбұрышына қатысты даудың негізгі себебі аумақтың табиғи ресурстарға, атап айтқанда марганецке бай болуы. Мысыр үкіметінің зерттеуі бойынша, Халаибтегі марганец қоры 700 000 тоннадан асады. Сондықтан мемлекет осы жерге қызығушылық танытты. Сонымен қатар, Мысыр үшбұрыш жағалауындағы суларда мұнай мен газ қорының бар жоғын зерттеп жатыр. Бұл екі елдің осы аймаққа байланысты қақтығыстың тағы бір себебі болып табылады. 1914-1922 жыл аралығында Мысыр британдық протектораты болды. Кейін 1936 жылы екі мемлекет арасында келісімге қол қойылды. Ол бойынша Суданды бақылайтын Англия-Мысыр халықаралық одағы құрылды. 1951 жылы Мысыр бұл келісімнің күшін жою туралы заң қабылдап, бірінші Фарук өзін Мысыр мен Судан королі деп жариялады. Судан тек 1955 жылы өз тәуелсіздігін алды. 1992 жылы Судан осы үшбұрыш жағалауын канадалық мұнай компаниясына беріп, Мысырдың наразылығын тудырды. 1994 жылы Судан Ніл өзені бойында плотиналар салумен қарым-қатынасты тағы қиындатты. 2002 жылы Судан президенті Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне жердің тиесілісін қайта қарастыру туралы өтініш жіберген. Себебі үшбұрышты Судан жеріне жатады деп есептеді. Халаиб үшбұрышы бойынша дау әлі шешілмеген. Екі елдің Биртавиль жері бойынша дауы туралы айта кеткен жөн. Халаиб үшбұрышын екі жақ бөле алмаса, Биртавиль жерін керісінше ешкім өз территориясына қосқысы келмейді. Мұның себебі Мысырдың 1899 жылғы шекараны мойындауы оның Биртавильді мысырлық деп тануына жол бермейді. Ал Суданның 1902 жылғы шекараны мойындауы оның осы жерді судандық деп тануына жол бермейді. Бұған қоса, Биртавильдің жері Халаиб үшбұрышымен салыстырғанда өте құрғақ және табиғи ресурстарына кедей болып келеді. Адам тұрмысына қолайлы емес. Бұл да екі жақ осы аймақты неліктен өз территориясына қосқысы келмейтінін түсіндіреді.
Кашмир. Кашмир тауларының сұлулығымен танымал, этникалық жағынан алуан түрлі Гималай аймағы. 1947 жылдың тамызында Үндістан мен Пәкістан Ұлыбританиядан тәуелсіздік алғанға дейін де бұл аймақ қызу таласта болды. Үндістанның тәуелсіздігі туралы заңдағы бөлу жоспарына сәйкес Кашмир Үндістанға да, Пәкістанға да еркін қосыла алды. Сол кезде жергілікті билеуші Махараджа Хари Синг бастапқыда Кашмирдің тәуелсіз болғанын қалады. Бірақ 1947 жылдың қазан айында Пәкістаннан келген тайпалардың басып кіруіне қарсы көмек көрсету үшін Үндістанға қосылуға шешім қабылдады. Соғыс басталып, Үндістан Біріккен Ұлттар ұйымына жүгінді. Біріккен Ұлттар ұйымы мемлекет Үндістанға немесе Пәкістанға қосылама деген мәселені шешу үшін плебисцит өткізуді ұсынды. Алайда екі елде референдум өткізілмес бұрын аймақты демилитаризациялау туралы келісімге келе алмады. 1949 жылы шілдеде Үндістан мен Пәкістан Біріккен Ұлттар ұйымының ұсынысы бойынша атысты тоқтату режимін орнату туралы келісімге қол қойып, аймақ екіге бөлінді. 1965 жылы соғыс қайта басталды. 1971 жылы Үндістан мен Пәкістан Шығыс Пәкістан үшін тағы бір қысқа уақытты соғыс өткізді. Нәтижесінде Үндістан әскерлері Шығыс Пәкістан территориясына тәуелсіздік алуға көмектесті. Бұл қазіргі Бангладеш елінің құрылуына әкелді. Үндістан мен Пәкістан 1972 жылы Симлас келісіміне келіп, екі жақты қарым-қатынастарды жаңадан жақсартуға тырысты. Кашмирді екі әкімшілік аймаққа бөлді. Халықаралық деңгейде Үндістан басқаратын Кашмир және Пәкістан басқаратын Кашмир деп танылған аумақтар. Алайда 1974 жылы қақтығыс ядролық қаруды енгізумен жаңа деңгейге өтті. Сол жылы Үндістан өзінің алғашқы ядролық қаруын сынап, Пәкістан да 2 жылдықтан кейін ядролық қару қорын толықтырды. 2000 жылдардан бері Кашмир үшін екі ел арасында қақтығыстар бірде көтеріліп, бірде басылып жатты. Ал 2019 жылы Кашмир аймағына кен автономияға кепілдік беретін Үндістан конституциясының 370 баптың күшін жоюы кашмирлықтардың наразылығын тудырып, жағдайды қиындатты. 2023 жылғы мамырда екі жақ Үндістанда болған Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті кезінде Кашмирге қатысты пікір алмасып, қарым-қатынасты жақсарту мүмкіндігін жіберіп алды. Бірақ та Үндістан мен Пәкістан ресурстарын өз қақтығысына бағыттап, алаңдай беру үшін қазір олар басқа да проблемаларға тап болып жатыр. Дегенмен бұл қақтығыс тыныш қана әрекетсіздікпен аяқталмайды. Синкаку аралдары, немесе қытайша Дяо-Дяо аралдары, Жапония мен Қытай арасындағы даулы шағын аралдар. Бұл аралдардың оқиғасы қызық. 1895 жылы қаңтарда Қытай-Жапон соғысы болып жатқанда, бұған дейін Синкаку аралдары ешкімнің бақылауында болмағаннан мұқият тексергеннен кейін, Жапония бұл архипелагты халықаралық құқықтық ережеге сәйкес заңды түрде өз территориясына қосты. Қытайдың жеңілісінен кейін Симоносеки шартына екі жақ қол қойды. Бұл шартқа сәйкес Қытай, Тайвань және басқа да аралдарды Жапонияға беретін болды. Келісімде нақты аралдар атаулары көрсетілмеді. Осылайша Синкаку аралдары Жапония қармағына толығымен өтті. Алайда 1951 жылы антигитлерлік елдер коалициясы мен Жапония арасындағы жасасқан Сан-Франциско бейбіт келісімнің шарттары бойынша Жапония, Тайвань, Синкаку және тағы басқа аралдар бойынша өз үстемдігін жоғалтты. Синкаку аралдары 1972 жылға дейін ақш билігінде болды. Ақыры осы 1972 жылы ғана Синкаку аралдары Жапон территориясына толығымен өтті. Ал Қытай болса, бұл аралдарға суверенитеттің 1971 жылдың 30 желтоқсанына дейін талап етпеген. Аралдарда мұнай, химия қорлары табылғаннан кейін ғана талап ете бастады. ақштың құпиясыздандырылған барлау есебінде анықталғандай, Жапонияның Синкакуға деген талабының негізі күштірек және меншік құқығын растау ауыртпалығы Қытайға түсетін сияқты деген қорытындыға келген. Қытай Жапонияның дәлелдерін жарамсыз және Америка кезінде қамқоршылық аясындағы жерлерді өз еркімен кеңейтті деп санайды. Осылай Қытай оның территориясы Дяо-Дяо аралдарында қамтыды деп мәлімдейді. 2023 жылы Жапония мен Қытай арасындағы бейбітшілік пен достық туралы шарттың жасалғанына 45 жыл толды. Жапония премьер-министрі Кисида Фумио мен Қытай төрағасы Си Цзиньпин 2023 жылдың қарашасында өткен кездесуіне өзара әртүрлі салалардағы екі жақты ынтымақтастықты дамытуға келісті. Сол кезде Жапон премьер-министрі Синкаку аралдары орналасқан Шығыс Қытай теңізіндегі жағдайға алаңдаушылық білдірді. Алайда Си Цзиньпин бұл мәселелерге оң жауап берген жоқ. Бұл мемлекеттер арасында болып жатқан жер бойынша даулардың төртеуі ғана. Бұдан басқа мемлекеттер арасындағы шекара туралы көптеген қызықты жағдайлар бар. Біз оларды біртіндеп зерттеп, келесі видеоларымызда айтып беруге тырысамыз. Немесе сіз білгіңіз келетін жер даулары бар болса, видео астындағы комменттерге жаза кетіңіз.